Бауырлар, дастархан басында бала шағаңыздың көзінше ешқашан әйеліңіздің бір кемшілігі үшін кемсітіп ұрыспаңыз. Ол ана ғой. Ол сізге жасаған бір қателігі үшін бала шағаның алдында басын июге міндетті емес ол. Енді осы жерде сіз не зардап көресіз десе, біріншісі, жайлап әйел сізге қарсы сөйлейтін болады, бала шағаның көзінше. Қарсы сөйлейтін болады. Екіншіден, ертең бір үлкен ұрыс болса, бала шаға анасының сөзін сөйлеп кетеді бәрібір. Неге? Өйткені бала шағаға анасының берген мейірімін жігіттер мойындайық. Біз ондай мейірім бере алмаймыз. Ананың берген мейірімін әке бере алмайды бәрібір. Сол үшін түбінде балдар бәрі соны сөзін сөйлеп кетеді. Жеке шаруаларымызды өзіміздің бөлмеміз бар ғой, сол жақта шешейік. Ал дастархан басында тек қана құрметті, жақсы сөздер болсын.